Сәлеметсіздер ме, құрметті тұрғындар. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Қызылорда облысы Сырдария ауданының аумағында Қызылорда Құмкөл трассасының 116 шақырымында трассаның оң жағынан 200 метр өндіріс және тұтыну қалдықтарын уақытша сақтау және қайта өңдеу, кәдеге жарату және орналастыру үшін учаскені жаңғырту және тұрғын қалашық салу жобасына қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдаулар өтіп жатыр. Қоғамдық тыңдау қоғамдық ұйымдардың белгілі бір тақырып бойынша өз жобалары мен тілектерін жүзеге асыру нысаны. Ережесі заңмен белгіленген барлық қоғамдық тыңдаулар тек еліміздің кодексіне сәйкес өткізіледі. Мұндай тыңдаулардың негізгі мақсаты іс-шара өткізіліп жатқан тақырып бойынша жобаны ұсыну, осы тақырыпты талқылау және берілген жобаны одан әрі жүзеге асыру мүмкіндіктерін талқылау. Қоғамдық тыңдаулар бастамас бұрын Қызылорда облысы бойынша экология департаментінен Өміржан Азат Өмірбайұлы онлайн режимде қатысып отыр. Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасынан Құрманаева Әйгерім онлайн режимде қатысып отыр. Және жоба жасаушылар Эко-Ордан жеке кәсіпкерлігінен бас маман Алтай Динара қатысып отыр. Тапсырыс беруші мекеме Бірлік Ойл Компани жеке шаруашылық серіктестігінен онлайн режимде Белгебаев Евгений онлайн режимде қатысып отыр. Қоғамдық тыңдауларды бастамас бұрын бізде Тереңөзек кентінен әкімдігінен төраға ретінде өкіл келіп отыр. Өзіңізді таныстырып жіберсеңіз. Сәлеметсіздер ме, мен аты-жөнім Талпақова Жанат Абдрахманқызы. Бүгінгі қоғамдық тыңдау Қызылорда облысы Сырдарияның аумағында Қызылорда Құмкөл трассасының 116 шақырымында трассаның оң жағынан 200 метр өндіріс және тұтыну қалдықтарын уақытша сақтау және қайта өңдеу, кәдеге жарату және орналастыру үшін учаскені жаңғырту және тұрғын қалашық салу жобасына қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп жобасының төрағасы мен боламын. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Бимағанбет Ботагөзді сайлап алсақ, қарсы болмасаңыздар қол көтеріп дауыс берулеріңізді сұраймын. Регламентті бекітсек, жалпы жобаға ұсынылған уақыт 30 минут, жоба бойынша баяндама уақыты 5-10 минут, жоба бойынша қойылатын сұрақ пікір ұсыныстарға арналған уақыт 15 минут, қоғамдық тыңдауларды қорытындылауға және жабуға ұсынылған уақыт 5 минут, ұсынылған жобаға қатысушы сұрақты қоймаларыңызды сұраймыз. Сұрақтар мен ұсыныстарыңызды міндетті түрде хаттамаға енгіземіз. Бүгінгі қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Құрметті тұрғындар, алдарыңызда парақша берілді, яғни презентацияның распечатанный варианты. Бүгінгі тақырыбымыз Қызылорда облысы Сырдария ауданының аумағында Қызылорда Құмкөл трассасының 116 шақырымында өндіріс және тұтыну қалдықтарын уақытша сақтау және қайта өңдеу, кәдеге жарату және орналастыру үшін учаскені жаңғырту және тұрғын қалашық салу жобасына қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп. Негізгі жоспарланған қызметтің бастамашысы Бірлік Ойл Компани болып табылады. Жобаны әзірлеуші мекеме Эко-Орда мекемесі. Енді кішкене қысқаша сипаттама беріп өтсем, өндіріс және тұтыну қалдықтарын уақытша сақтау, қайта өңдеу, кәдеге жарату және орналастыру учаскесі Қызылорда облысы Сырдария ауданы Құмкөл кен орнының шығыс бөлігінде орналасқан, яғни сіздерге жақын орналасқандықтан осы Тереңөзек кентінде қоғамдық тыңдаулар өтіп жатыр. Географиялық тұрғыдан кен орны Торғай ойпатының оңтүстік бөлігінде орналасқан, жұмыс учаскесі Торғай ойпаты Арысқұм алқабының шығыс бөлігінде орайластырылған. Бірлік Ойл Компани жеке шаруашылық серіктестігі Қызылорда облысы Сырдария ауданының аумағында өндіріс және тұтыну қалдықтарын уақытша сақтау және қайта өңдеу, кәдеге жарату орналастыру үшін учаскені жаңғырту және Қызылорда Құмкөл трассасының 116 шақырымында тұрғын қалашық салу, өндірістік және қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату қызметін қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта 2025 жылдан бастап өндіріс және тұтыну қалдықтарын қабылдау, уақытша сақтау, қайта өңдеу, кәдеге жарату орналастыру үшін учаскені жаңғырту жоспарлануда. Гидрожелі және жерүсті сумен жабдықтау көздері жоқ. Ауданның климаты күрт континенталды құрғақ. Аудан қатты желмен сипатталады. Жол желісі қара жолдармен қоршалған. Электрмен жабдықтау көздері жоқ. Электр қуатын дизель отынымен жұмыс істейтін автономды электр станциялары қамтамасыз етеді. Олар жылумен жабдықтау көздері болып табылады. Телефон байланыс желілері жоқ. Әкімшілік жағынан Бірлік Ойл Компани жеке шаруашылық серіктестік учаскесі Қазақстан Республикасының Қызылорда облысы Сырдария ауданында орналасқан. Жақын жобаланатын учаскеден 167 км қашықтықта Сырдария өзені су қорғау аймақтары болып табылады. Құрметті тұрғындар,
осы бірлік ойл компания жеке шаруашылық серіктестігі жоба шеңберінде 2025 жылдан 2034 жылға дейінгі жұмыстарды іске асыруды бастау жоспарлануда. Полигондар өндірістік және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға, оқшаулауға және залалсыздандыруға арналған атмосфераның, топырақтың, жерүсті және жерүсті суларының ластануынан қорғауды қамтамасыз ететін, жәндіктердің және патогендердің таралуына жол бермейтін табиғат қорғау құрылыстарының кешені болып табылады. Өндірістік және қатты тұрмыстық қалдықтарды уақытылы жою мұнай компанияларының келісімшарттық аумақтарын санитарлық тазартуды қамтамасыз етеді және персоналдық өмір сүруіне қажетті санитарлық экологиялық жағдайлар жасайды. Экологиялық талаптарға сәйкес бұрғылау және мұнай өндіру қалдықтарын қайта өңдеу жөнінде қызмет арнайы учаскелерді жайластыруды талап етеді. Қалдықтарды тасымалдаудың қоршаған ортаға теріс әсерін азайту үшін Бірлік Oil Company жеке шаруашылық серіктестігі Құмкөл аймағына қалдықтарды қайта өңдеу учаскесін орналастырды. Сырдария ауданы әкімінің қаулысына сәйкес уақытша өтеулі жер пайдалану құқығына ие және ауданы 9,6 гектар жер учаскесі бар. Географиялық тұрғыдан құрылым Торғай ойпатының оңтүстік бөлігін алып жатыр. Ең жақын елді мекендер Қызылорда қаласы, оңтүстікке қарай 182 километрде, Жосалы, батысқа қарай 164, Құмкөл мұнай өнеркәсіп солтүстікке қарай 110 километр болып табылады. Негізі атмосфералық ауаға әсерді бақылау мақсатында осы жобаға сәйкес есептер жүргізілді. Атмосфераның ластануы тұрғысынан өндіріс технологиясы мен технологиялық жабдықтарды қысқаша шығарындылар көздерінің сипаттамасына келетін болсақ, бұрғылау қалдықтарын, құрамында мұнай бар қалдықтарды, өндіріс және тұтыну қалдықтарын қайта өңдеу полигонының әсері қоршаған орта объектілеріне, оның ішінде атмосфералық ауаға, су ресурстарына, топыраққа, өсімдіктер мен жануарлар әлеміне құрылыс кезінде де пайдалану кезінде де әсер етеді. Сол себепті осы жоба жасалынып жатыр. Жобаның осы бөлімі, яғни атмосфераға бөлінетін зиянды шығарындылардың есеп бөлімі жұмыс жобасының шешімдері негізінде әзірленген. Бұрғылау қалдықтары мен құрамында мұнай бар қалдықтарды қайта өңдеу полигонын пайдалану, өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату кезеңінде зиянды заттардың шығарындылар түріндегі атмосфералық ауаға әсері болады. Бұрғылау қалдықтары мен құрамында мұнай бар қалдықтарды қайта өңдеу, өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату полигонын салу кезінде ластанудың үш көзі, оның ішінде ұйымдастырылған, ұйымдастырылмаған көздер. Ұйымдастырылмаған үш көз анықталды. Учаскенің құрылыс мерзімі 2025 жылдың қаңтар-ақпан айы, ұзақтығы 2 ай деп белгіленген. Негізі ұйымдастырылмаған көздерге жер жұмыстары, жоспарлау жұмыстары, бетон жұмыстары, цемент құю, бетон жұмыстары, қиыршық тасты себу болып табылады. Бұрғылау қалдықтары мен құрамында мұнай бар қалдықтарды қайта өңдеу, өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату полигонын пайдалану кезінде 17 ластау көзі белгіленді. Оның ішінде 14-і ұйымдастырылмаған және 3-і ұйымдастырылған ластау көзі. Пайдалану кезінде бөлу көздері, ұйымдастырылған көздер. Жылу электр станциялары, дизельді отын сақтау резервуары, ұйымдастырылған көздер. Бұрғылау шламын қайта өңдеу картасы, НСО қайта өңдеу картасы, УПВ-Ш алаңы, тұндырғыш тоған тұндырғыш ОБР, ластанған топырақты сақтау уақыты картасы, 2 дана, НСО уақытша сақтау картасы, қалдықтар алаңы, бұрғылау қалдықтар алаңы, дайын өнімге арналған алаң, ТПО уақытша сақтау алаңы. Қоршаған ортаны осы қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарынан бекіткіш, реттегіш арматураны және технологиялық жабдықтың фланцты қосылыстарының тығыздығын герметизациялау, шығару көздерін гидрооқшаулау арқылы шаңды басу, шығарындылар көздеріндегі және санитарлық қорғау аймақтарындағы аспаптық өлшеулер, әкімшілік аумақтық бірліктерінің аумақтарын көгалдандыру, өндіріс және тұтыну қалдықтарын шығару және кәдеге жарату, шығарындылар көздеріндегі зиянды заттардың шығарындыларын автоматты бақылау жүйелері, өндірістік экологиялық бақылауды жүргізуді негіздеу үшін нормативтік экологиялық құжаттама әзірлеу, экологиялық басылымдарға жазылу, қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша оқыту семинарлар жүргізіледі деп жоспарлануда. Негізі кез келген өндіріс орнында қалдықтар бөлінеді, оны лимиті накопления отходов деп біз арнайы жобаға қосамыз. Яғни объем бойынша жиналған отходтардың объемы барлығы 0,353
деп белгіленген. Оның ішінде жаңағы отходы ЛКМ, сварочный, электродный отходы, коммунальный отходы, тұрмыстық отходы, опасный, не опасный деген сияқты категорияларға бөлінген. Негізі осы қалдықтарды мекемеде қалдықтарды утилизациялау үшін, қайта өңдеу үшін установкалар бар, яғни құрылғылар бар. Оның бірі алдарыңызда нелер тұр, суреттері. Установка УПВШ 10C бұл жаңағы бұрғылау қалдықтарын қайта өңдеу және утилизациясы үшін қолданылады. Екінші сепаратор ГДС 10 тоже жаңағы жидкий мұнай қалдықтарын, буровой шлам, механический приместарды 200 жаңағы сыйымдылыққа дейін арналған осы жер. Алдарыңыздағы тарақта осы тұр. Құрметті тұрғындар, сұрақтарыңыз бар ма жоба бойынша? Сұрағымыз жоқ. Департамент экологии. Сіздер сұрақтар бар ма? Сұрақтар жоқ. Управление природных ресурсов. Жобаға қатысты сұрақтарыңыз болмаса, қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймыз. Рахмет, жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар.